Балалар әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Оқулықтарының 96 бетін ашыңдар. 89 сабақ. Бүгін сәуірдің 23-і. Қоршаған орта бөлімі. Не үйрендім сабақтың тақырыбы. Балалар, осымен қоршаған орта бөлімін аяқтаймыз. Осы бөлімнен алған білімімізді бүгін қорытындылаймыз. Не үйрендім деген сұраққа тапсырмаларды орындау барысында жауап береміз, балалар. Бірінші тапсырма: суретке қара, жер анаға деген тілегіңді айта отырып хат жаз. Хатыңның ішінде жемісіңді жейміз, суыңды ішеміз, нан бересің, жер ана саған рахмет деген сияқты сөздер болу керек, балалар. Хат жазуды білеміз ғой, яғни жер анаға алғысымызды айта отырып хат жазамыз, балалар. Келесі тапсырма: кластер құрастырамын. Яғни қоршаған орта туралы біз не білеміз, не үйрендік, ойда не қалды, соның бәрін кластерге құрастырып жазасыңдар, балалар. Егер тапсырма түсінікті болатын болса, үйге тапсырма: табиғатты қорғау, табиғатқа зиян келтіру деген тақырыпта суреттер ойластырып саласыңдар, балалар. Ал балалар, іске сәт. Мен сендердің жауаптарыңды күтемін.